Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Мақсат Нұрисламның орындауында мектебі мәні. Қабыл алыңыздар. Семинарда алғашқылардың бірі болып сөз алған Түркістан облысы Сауран ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Ақмарал Батырбекова бұл іс-шараның ұйытқысы болған Түркістан облыстық білім беруді дамыту орталығының жылдық жоспарындағы бірлескен жоба екенін атап өтті. Сауран ауданының ашылғанына көп уақыт бола қоймаса да, білім беру жүйесі бір жолға қойылған, білім сапасы жоғары, білікті мамандар да жетерлік дейді. Жалпы Сауран ауданы өздеріңіз жақсы білесіздер, 2020 жылы 18 тамызда ашылған. Сол кезден бастап жеке бір аудан болып, өзінің жұмысын бастап кетті. Қазіргі таңда Сауран ауданында 47 мектебіміз бар, 24 мыңға жуық оқушымыз бар, 5 мыңға жуық мұғаліміміз жұмыс жасап жатыр. Енді жас баланы білесіздер, өмірге алғаш келген кезде бірінші алғашқы қадамдарын тай-тай басып бастайды, одан кейін ары қарай жұмысын жалғастырып кетеді. Сондай мен ойлаймын, біздің ауданда енді бір тай-тай басып келе жатқан жас бала секілді жаңадан құрылған аудан. Біздің жетістігімізді алдағы уақытта 3 жылдың, 5 жылдың көлемінде біз көрсетеміз деп өзіміздің алдымызға мақсат қойып отырмыз. Енді бүгінгі мынау атқарылып жатқан іс-шарамыз бұл облыс деңгейінде сол облыстық
Адами әлеуетті дамыту басқармасының жылдық жоспарына сай өткізіліп жатқан семинар. Семинардың негізгі тақырыбының өзін қарасаңыздар, мынау қазіргі қоғамның, жалпы біздің оқу ағарту министрлігінің алдына қойып отқан мақсат ол жаңашыл ұстаз. Жаңашыл ұстаз қазір менің ойымша мынау ата-аналардың тарапынан да түсіп жатқан сұраныстың негізінде мына балаларға мықты тәлім тәрбие, жаңашыл білім беру үшін осындай жаңашыл ұстаз қажет екенін біз әрдайым есте сақтауымыз керек. Сонымен қатар мына балаларға білім беріп жатқан кезде оқулықтың сапалы болуы да ол ең мына тәжірибеде соны пайдаланып жатқан ұстаздарымызға байланысты. Ұстаздар сол оқулықты жыл көлемінде тәжірибеден өткізіп, ішінде қандай бір жетістіктері болса, оны атап көрсетуіміз керек. Ұсыныстарымыз болса, оны беру керек. Сондықтан бүгінгі семинар меніңше тақырып өте ауқымды. Сол тақырыпты өздеріңізбен бірге ашып, мына семинардың қорытындысында жақсы бір өзімізге тәжірибе алмасып, ұсыныстарымызды айтып, солай қайтамыз деген үміттемін. Сәттілік барлықтарыңызға. Домбыра, таусылмайтын шежіре, Құрманғазы Дина менен Әміре, талай дүлдүл үйреттің сен өзіме, сенің орның бөлек мынау өмірде. Мектебіміздің мұғалімдері мен оқушыларынан құралған Насмауыр оркестрінің орындауында Ерке Сылқым күйі қабыл алыңыздар. Біздің мектебі жалпы 2021 жылы жаңадан ашылған. 517 оқушымен ашылды. Қазір таңда 620 оқушы білім алуда. Мектебімізде оқушыларымызды ғылыми жобаға дайындау жұмыстары өте жоғары деңгейге көтердік деп айтсақ болады. Себебі бізде жетістігіміз кешегі
Қаздауста Қазбек бидің өмірін, оның жалпы сол туралы мәліметті зерттеу 10-шы сынып оқушысы облыстық ғылыми жоба байқауынан бірінші орынды алып, жеңіп алып, республикаға жолдама алдық. Сонымен қатар 9-шы сынып оқушысы Мадина деген оқушымыз 2-ші орынды жеңіп алды облыстан. Тағы да айтатын болсам, бүгін жаңашыл ұстаз ынталандырушы оқулық білім сапасының кепіл атты тақырыпта облыстық семинарымызды өткіздік. 12 мұғаліміміз сабақ берді. Мұғалімдердің жалпы сабақ беру барысында дайындықтары өте жоғары деңгейде болды, және соны көрсете білді, дәлелдей білді. Облыс көлемінде келген қонақтардың барлығы талдау, пікір алысу, пікір алмасу, ой пікірлері оң нәтижені көрсете білді. Мектебімізде тағы да өте жетістік деп айта аламын. Мұғалімдер мен оқушылар арасында сабақтастық, үндестік, мынау өзіміздің қазақтың қара домбырасын жас ұрпақтарға насихаттау барысында Назқоңыр оркестрін құрдық. Назқоңыр оркестрінде бірнеше қазақтың күйлері бар. Қазіргі таңда даму үстінде. Оның қатары көбейіп жатыр. Бізде жалпы мектебіме домбыра сыйла акциясында мектебімізде демеушілер тарапынан 21 домбыра сыйланған болатын. Енді соның ішіне шаң қобызымызды және қазақтың ұлттық аспабы жетіген аспаптарын қосып жатқан жағдайымыз бар. 2 жыл толар-толмасы уақытта біздің мектебіміз көптеген жетістіктерге жетті деп айта аламын. 2021-2022 оқу жылында ұлттық бірыңғай тесттен ең алғашқы түлегіміз 32 түлекті бітірдік. Соның ішінде үздік аттестат иегері Жалиш Самандар атты оқушымыз 133 ұпай жинап мемлекеттік грант иегерін жеңіп алды. Сонымен қатар 32 түлегіміздің ішінде 17 оқушымыз мемлекеттік грант иегері атанды, 15 оқушымыз колледждерге мемлекеттік грантына түсті. 32 оқушымыздың барлығын 100% біз біліммен қамтып оқуға түсірдік деп айта аламыз. Ұстаздарымызға келетін болса, ұстаздарымыздың мынау өзінің шеберлігін дамыту мақсатында олар күндіз-түні іздену үстінде. Оқушыларға беріп атқан білімдері өте сапалы деп айта аламыз. Енді 2 жыл көлемінде деп айтпай қойын, 5 жылдық көлемінде біз Құдай қаласа республика көлемінде көптеген үлкен жетістіктерге жетіп, соны дәлелдейміз деген үлкен сенімім бар. Семинар барысында сөз алған Түркістан облысы Сауран ауданы нөмірі 13-ші Асылбек Сығай атындағы жалпы орта мектебінің директоры Мереке Әлиева бұл мектептің ашылғанына 2 жыл болғанымен ауыз толтырып айтарлықтай жетістігіміз бар дейді бізбен тілдескен маман. Жаңашыл ұстаз ынталандырушы оқулық білім сапасын арттырудың кепілі тақырыбына арналған облыстық семинардың бағдарламасымен таныстырды. Семинарға жиналған жұрт алдымен ғылыми жоба жазған дарынды өнер тапқыш балалардың еңбегімен таныстып, ғылыми жұмыстарына тәнті болды. Семинар алаңына 12 ғылыми жоба қойылыпты. Ғылыми жұмыстарды толық аралап көрген ұстаздар көрме алаңына қарай ойысты. Көрікті көрме қатары түрлі қолөнер бұйымдарымен толығыпты. Азды көпті көрме алаңын тамашалаған ұстаздар қауымы дәріс бөлмелеріндегі өтілетін 12 ашық сабаққа қатысуға кірісті. Мектепте білім саласында, білім сапасында жалпы оң нәтижесін көрсететін бұл ұлттық бірыңғай тест, сонымен қатар пәндік олимпиада және ғылыми жоба ғой. Сол үшеуінде қамтыған жайымыз бар. Пәндік олимпиадаға келетін болсақ, 2021-2022 оқу жылында біздің мектебімізде пәндік олимпиаданың республикалық пәндік олимпиаданың аудандық кезеңде 14 оқушымыз жүлдемен оралды. Ал 2022-2023 оқу жылында 16 оқушымыз аудандық кезеңде жүлдемен оралды, 2 оқушымыз облыс кезеңге өтті. Және оның ішінде облыс кезеңде тарих пәнінен Бегарс деген оқушымыз 3-ші орынды иеленді. Жетекшісі Махамбетова Жасира апайымыз. Алдағы таңда енді облыс кезең емес, республикалық кезеңде орын алады деген үлкен жұмыстарды атқарудамыз. 5 сәуір 2023 жылы бізде мектебімізде инклюзияны қолдау ресурстық кабинеті орнатылған. Сол кабинеттегі 10 оқушымыз бар, ерекше оқытуды қажет ететін. Облыс көлемінде біз 5 сәуір күні облыстық семинарымызды өткізген болатынбыз. Ол жерде де оқушыларымыз өте жақсы өздерінің білімдерін дәлелдей білді. Себебі ол оқушыларымыз мектепке келген кезде ерекше білімді қажет ететін балаларымыз
тіпті партада қалай отыруды және мектептің не екенін онша біле